Медина ханым, сіз соңғы рет жалпы клиникаға, алим сараптамасына, басқа да анализ тапсыратын жерлерге барған кезде сіз жалпы анализіңізге қанша ақша кетті? Қысқаша айтқанда бір топ витаминдерге, ол Б, железо, жаңағы D3 дегенге менде примерно 30 мың теңгедей кетті. Одан бөлек щитовидный железаны тексеренге примерно 15 мыңдай кетті. То есть бұның барлығы мынаның ішінен шыға келді қазір. Сонда бұл барлығын алмағанда керекті витамин мен тек щитовидканы тексертуге ғана 45 мың теңге кетті. Ал сізді аппаратпен тексеріп бердік. Қалай, разницасы бар ма? Біздің қолжетімді бағамен больницада тапсырған анализдердің разницасы қандай болды? Біріншіден, анализ тура сондай болып шықты. То есть Олимпта қалай маған шығарып берді, мына жерде тура сол витаминдердің жетіспеушілігі, тура сол органдарының жаңағы дұрыс жұмыс істемеуі толық шығарып берді. Ана жерде мысалға мен қанша уақыт құрттым, қанша уақытым, ақшам кетті. Бұл жерде 1 минуттың ішінде, қысқа уақыттың ішінде маған толық анализ шығатын болды. Сіздерде осы сияқты ақшаларыңызды, уақыттарыңызды құртып, нервті, жүйке жүйелеріңізді тоздырып жүргілеріңіз келетін болса, ол сізді сол барлық нәрсенің шешімі осы квантовый бионанализатор. Келіңіздер, түсіңіздер, денсаулықтағы мәселені 90% дәл анықтап алыңыздар.